Endi ortaga keşe bir tamaşa oylarımмен bärimizde kızıkka batırgan fizik akın Hazret Berdikan Şıgat Almatı Ultuk Üniversiteti'nin fizika feninin ağa okutuvçusu Hazretben Aytsat'ın Şımkent'in tamaşa şairi Nurlan Esenkulub. Ay davul turgan tengizdey altı ulayın, ter tөгülse teriler altındayın. Assalaw mağalaykım, oňtüstügüm şaruwanın biletin jalpıngayın. Birewler Şimkentikler pısık deydi, oğan bola tasır kap tartınbayın. Äýeliň ol erkegiň pul tapkış bop, ýeňbekben şygyp kelet daňkyňdaýym. Temirge til jankaga jan bitirgen, iskerliktin mengergen halkın jayın. Köktem gelse küregin dayındaytın, könöden kele jatkan saltıngdayın. Kaneki bir kıyqulap koyundarşı, ýeňbekşeldiň dawusyn altıngdayın. Kыстay kayrap köktemge dayındagan, diýhanyň ketbenindey jarkıldayın ay. Tap bermedi bäygeni tayıttırar, bak bermese jüldösün bayıttırar. Жақында bir okudum жаңалыкты, ел ekonomikasынан жайыктырар. Облыстардын жасапты рейтингисин бай мен кедей деп бөлүп байыптылар. Тизимнин ең соңында оңтүстүктүр, шындыкты айтсам агайын айып кылмар. Бул жактын халкын зерттеп билгенен соң ойдагы күмәнимнен айыктым бар. Ең астында турады, ең мыктысы, әлсіз болса табаны тайып тулар. Кайгалага барсаңда, каяуданга кушагын Шымкенттик жайып тулдар. Мунай өңдеп үй салып, көмір казган сендетуды құрметке лайық тулдар. 13 деген көлікпен шауып жүріп, 14 бірдей облысты байыттыңдар ай. Оу, келгенде 30 дейтін жасқа талай. Болмайық досқа күлкі қасқа табай. Жекпе-жекпен айтысып үйренгеніміз торқалы тоймен жиын аста талай. Қарсыласқан ақынның арқасынан тіліміз тілеушеді таспа талай. Сондықтан кім шақса да сескенбеймін, бойда шабыт тұрғанда баста тәлай. Күтемізде қиқуын көрерменнің енесінен сүт күткен жас ботадай. Тас түйін боп алдыңа шығып тұрмын, тас жауса да бәрібір тасбақадай ай. Оу, сәбеңе жүретігін қолбаладай. Бұл күнде болыпсың ғой нән қарағай. Ассалау мағалайкым, Нұрлан ақын грамдап ой айтатын тонналамай. Қазір еттім менсінбей қойып жүрме, шырпыға өртенеді орман оңай. Жол ортада кетпеген жолдан шығып, бұрылып оңға қарай, солға қарай. Шамаң жетсе жарып өт сақананы, тыныш жатқан арысты бомбаламай. Кәнеки барыңды сал, нарыңды сал, бұл айтыс баш жүлдеге жолдамадай. Мен де сені аяйын деп тұрғам жоқ, қадалғаннан қаналар қандаладай. Есенқұлдың баласы келдеген деп, есемді жібермеспін қолдан оңай. Қадаламын дедің бе қандаладай. Жүйткітіп шаппайсың ба жорғаламай. Сақынаны жарсайшы деп қоясың, арысты жатып алып бомбаламай. Атүсті әңгімеңе түсінбедім, арысты мен жардым ба сонда қалай. Бауырым ескегіңді бөлегестің, болмағы осындайдан ерегестің.
есемді жібермеймін деп қоясың, төркінін іздегендей төбелестің. Шамаңа шақтап сөйле айналайын, жүгіріп шыға салар дөң емеспін. Себебі ізін жалғап келе атырмын, кешегі көп байсынды көне көштің. Ұқтың ба енді ғана айтқанымды, кіміңді әкелсең де кем емеспін. Берді ханның баласы келді екен деп, беріле салатұғын мен емеспін, айқаяғы. Дауылға талай сынбаған елім, тайымнан баптап шыңдаған елім, қиқуға салып көтеріп қойшы, талабы таудай бір балаң едім. Мақтан етемін мейіріміңделім, шуағын төккен шым қалам менің. Көптеген ұлтқа құшағын ашып, баспана болған шым қалам менің. 15 одақтың мәдениетіне астана болған шым қалам менің. Қара жерде қара сиырдай иіп тұратын шым қалам менің. Азаматтары адалдығымен биік тұратын шым қалам менің. Көктегі күнде мейірімін төгіп, сүйіп тұратын шым қалам менің. Ару қыздары барған жеріне құрмет қылатын шым қалам менің. Құдай қонаққа есігім ашық, кір деп тұратын шым қалам менің. Ақпан айында өрік ағашы гүлдеп тұратын шым қалам менің. Қаңтар айында қызанақтары гүлдеп тұратын шым қалам менің. Табиғаты мен тазалығы да сүйсіндіретін шым қалам менің. Орыстары да қазақтығымның исін білетін шым қалам менің. Қонақ жайлықпен үлгілі болған жайнай бер мәңгі гүл қалам менің. Алты құрлыққа қимаймын сені, алтын тамырдай шым қалам менің. Жамандар да өтіпті бүлік қуған, жақсылар да өтіпті күліп тұрған. Шымкентімнің тарихы терең екен, жөн шығар баршамызға біліп тұрған. Қола мен тас дәуірін айғақтады, ыдыстардың қалдығы сынып тұрған. Көсемдері кеңесіп ақылдасып, бименбектер салтанат құрып тұрған. Қошқар ата бұлағы пайдаланып, судың көзі сарқылмай кіріп тұрған. Бір кездері Нұржекент аталдың ғой, жихан кездері ат басын бұрып тұрған. Бұл аймақ жібек жолы болғандықтан, тоқтаусыз керуендері жүріп тұрған. Чигмент пен чикментте болған жерсің, ғалымдар назарына іліп тұрған. Қоқандардың қолына өткен кезде қайран қазақ бөрдей ұлып тұрған. Чернайыпта болған жер бұл Шымкент, пушка мен сарбаздарды шынықтырған. Шымкент деген атын қайтарам деп, Сұлтанбектей сұңқарым үміт қылған. Қожановтың арманы орындалды, батырдай айбоз атқа мініп тұрған. Деректі айта берсем тал әлі көп қой, жерімді қасқан сайын шығып тұрған.
Ал енді тәуелсіздік ел атандық, талайды шеңгерімен бүріп тұрған. Қандай жақсы десеңші егемендік, өзгеге жалтақтауды ұмыттырған. Атыңнан өзгеге жалтақтауды ұмыттырған. Қазақтың әрбір жері қасиетті, түйір тасы тарихқа тұнып тұрған. Айқаяғы жұптады десеңіздер кімге мені? Кәдімгі мұғалім ғой мінбедегі. Жұрттың қолы жетпейтін физик екен. Жайылған Алматыға шын беделі. Студент шәкірттерге сабақ беріп, физиканы үйретіп үлгереді. Мұғалімнің жағдайы белгілі ғой. Тек қана бір айлыққа күн көреді. Жағдайы бірақ мұның 2 жылына жағдайлары 2 мәрте. Сессия келген кезде гүлденеді. Мысалы, жаңа жылдың сессиясынан су жаңа көлік алып мінген еді. Сессияның ақшасы адал болмай, көлігі аяқ асты сыр береді. Ойда жоқта от алмай қалды кеше, шіреніп Шымкентке кірген еді. Көп ұзамай көмекке бізде бардық. Қаратаудың алдында тұр деп еді. Тауып барсақ жаңағы ұлы физик көлігін шырайын алып жүрген еді. Сол кезде мектептегі қарауылдың қазіретке тиді ғой бір көмегі. Тоқтап қалған себебі көлігінің тоқ жүргізіп тұратын сым деп еді. Ойпырмай сым шалға бет жүріп кетті. Сонда да ұлы физик үндемеді. Қарауылдың білгенін ұят болдау, қарағайдай физиктің білмегені. Бауырым физкультура қуа берсей, физикадан білмесең бірдеңені айқаяғы. Ай, Алматтан қазіреттей ұл кебеді. Жаман екен жақынның күндегені. Ол рас машинамыз сынып қалып, мектепке әрең жеттік іргедегі. Көп кешікпей көмекке келдім дейді, қып-қызыл өтірік қой бұл дегені. Шақырып ем үйінен шықпай қойды, білетін шығар деп ем бірдеңені. Жолдасың жаман болса жолда қалар, түсіндіре жатайын кімге нені. Қайтанау қарауылға мың рахмет, қиындықта тиді ғой бір көмегі. Өзі бір қонақ жайдау жігіт екен, жүгірді күндемеді түндемеді. Сол жігіттің жасағанын сен қылмадың, саған деген жігерім құм боп еді. Қарауылдың білгенін қандай қиын, Қаратаудың ақыны білмегені ай. Оу, намысы бір емес пе көріктілдің, сол намысты өлеңге серік қылдым. Оңтүстікте бір айтыс өтеді деп, желкенімді желгеріп желіп кірдім. Сессиядан ақша алып жатыр дейсің, жалған жала сөзімен желік қудың. Астымдағы жаң емес ескі көлік, Нұрлан саған келіп тұр соны ұқтырғым. Ескі көлік есімді шығарған соң, тәуекелмен белімді берек будым. Өзбекстанда жасалған көліктердің ақшасы арзан екен көріп білдім.
көлігімді жаңалап қаламба деп осы айтыста өзіме сеніп тұрмын. Сессияның ақшасында шаруам жоқ, Нексияның ақшасына келіп тұрмын. Ай! Оу, түсінбедім Нұрланның салты қалай? Ақыл ойың дұрыс па, жалпы қалай? Қазағыңның өмірін жырласаңшы, қазіреттің көлігін талқыламай. Оу, ұра берсең аттыңда ет өледі, қырсықса не тістейді, не тебеді. Я Марс демекші, абайша айтсам, бір қайғыға жетеледі. Илон Маск 1,5 миллиард жұмсап, жеткені Марс дейтін мекен еді. Ал Астана ел ерітіні салу үшін 2 миллиард долларды төпеледі. Қайран ақша қасқайып ескерткіш боп, көпір демес көз жасты көтереді. Арманымды әзілмен жеткізейін, көктетер көңіл дейтін бетегені. Астана миллиардтарды шашпай тұрып, шіркін ай сәл ойланса нетер еді. Сол ақшаны берсегер Шымкентке атағымыз аспандап кетер еді. Илон Маск ағайды жолға тастап, Марсқа 3 күн бұрын жетер еді. Ай! О, үні жеткен құс құсап таңы менен, айтыстым ақынның сер салы менен. Айтысты қатырмайды, есен құлып, әнің кетеді ортада салы берен. Екен айтып Айбекпен тең түсті ғой, екен айтып Айбекпен тең түсті ғой, халықты күңірентірген зары менен. Ал енді менің бүгін қасыма кеп, айтпақшы боп отырма тағы өлең. Тамсанып көрерменім отырат деп, ән салып құтылмақшы тағы менен. Айтыс деген ол сөздің барымтасы, ойнама төленердің заңы менен. Тегі темір демесең балтаның да бар күші бағаланады сабы менен. Ай! О, әнге деген құрметің ерен екен, беріктігің бейне бір берен екен. Сені көріп бір оқиға еске түсті, мен оны сахнадан өлең етем. Баяғыда бір әке баласының күнделігін тексеріп келеді екен. Физика сабағынан 2 алыпты, ол сабақтан бағасы төмен екен. Математика сабағы 3 болып тұр, есепті естімейтін керең екен. Тек қана әнмен күйден 5 алыпты, ол жағынан таланты бөлек екен. Сол кезде әкесінің қаны қайнап, баласын шапалақпен переді екен. Двоечник болып алып, неменеге жетісіп ән сап жүрсің деген екен. Ай! Кемедеп отырғаным қайық бекен, көңілің еділмекен жайық бекен. Ән салдың деп Нұрланды айыптайсың, деп тұрсам қазіретті байып декен. Шәмшінің ауылында өсіп өніп әнге салып отырсам айып бекен. Бауырым неге сонша жанығасың, ұрынарға жер таппай сабыласың. Өнер байып Нұрланның ауылында Нұрланға ән салдың деп шағынасың. Майғазиып Сәкеннің елі ғой бұл, сахнадан сәл көрмесең сағынасың. Осылардың барлығын біле тұра, азуын батқандай боп шабынасың. Өзіңде болмаған соң айналайын, өзгені күстен алап не қыласың ай қаяғы. Ай! Жаңағы мысалыңыз бөлек екен, ойыңыз аквариумнан терең екен. Мен де саған бір мысал айтайын ба, үстіңдегі шапаның келеді екен.
Баяғыда бір қарға қарқылдаған, ән салған бір бұлбұлды көреді екен. Ән салса мен секілді салмайды ма, мынаның таланты жоқ деген екен айқаяғы. Өзіңдей жігіт тапшы демедің, ән салып нұрлан ақшы демедің. Әнімді қалың ел сүйіп тыңдап жүрсе әнімді, сен бірақ досым жақсы демедің. Өткен күндерге елеңдей қалам, өмірде досым өлеңдей маған. Өз досым жауымдай сөйлеп тұрса, ұяттан жанып өлердей болам. Досым, досым деп жиялдайсың ба, күндеуден мені ұялмайсың ба. Иман Жүсіпке берген өнерді ұрпақтарына қиялмайсың ба. Иман Жүсіпке біткен өнерді ұрпақтарына қиялмайсың ба. Оңтүстік жақсылардың мекені ғой, жыл сайын наурыз айтыс өтеді ғой. Әр сөзіңді бауырым аңдап тұрмын, балымен араласқан шекері ғой. Нексидің ақшасына кеп тұрмын деп, өзі бір құйындатып кетеді ғой. Нексидің ақшасы не қыласың, нәскидің ақшасы да жетеді ғой айқаяғы. Көктемнің гүліменен жайнаймын деп, бұлбұлдай бақшадағы сайраймын деп, қазірет Алатаудан шығыпсың ғой, дәстүрдің тереңіне бойлаймын деп. Әйел бала шағаңды алып кепсің, наурызды Шымкентте тойлаймын деп. Жөнекем бауырымның беттегені, бұл қазақ қонағына кет демеді. Наурыз болған кезде Шымқалаға ағылып қонақтарда көп келеді. Олыстың ұлы күнін 10 күн бойы қаламыз керемет қып өткереді. Шабамын дегендерге ат береді, жанамын дегендерге от береді. Қазғарта жалжая құйрық бауыр табақ-табақ толтырып ет береді. Жетідәннен жасалған дәмі сұнып, артынан тоймай қалсаң плов береді. Келіндері келімен талқан түйіп, апалары тарымен сөк береді. Қызығып кетті-ау деймін, бұл қазірет. Ар жағын айтпай Нұрлан шектеледі. Аузыңнан суың ағып бара жатыр, айтқаным қарадатыр дөп келеді. Әрі қарай тағы бар қызығанық, ойыңа отыра бер тізіп алып. Әлі де тыңдай берсең қызық алда, ойыңа отыра бер тізіп алда. Дихан көлдің келеді балғымызы, түлкі бастан келеді қызыл алма. Құдай ұрып екеуін бірдей жұтып, сол жердің ауа райын бұзып алма. Ұлттық ойын түрлерін ескертейін, қымыздан көптеу ішіп қызып алма. Қызып алып сол жерде масқара боп, көтеретін қошқарды сүзіп алма.
Tüyедей palvanдармен күресем деп, қарамай беті бар ма, жүзі бар ма? Көріктің бұзылғаны аз болғандай, абайла жылыныңды үзіп алма. Шымкентті көңіл сүйер көзін атып, өтіп кетті дейсіңдер тез уақыт. Шымғалаға бауырым ораласың, жыл сайын махаббатпен сезім атып. Өзбек әлі қайтарған наурызды, өз елінде тойлаудың өзі бақыт айғаяғы. Ай, айтайын суырып сап тастамыр ой. Шашуын қайран досым шашпады ғой. Некси емес нәскиді беремін деп, қасындағы қонағын жасқады ғой. Қалижан дамбалды айтып кетіп еді, Нұрланда сол жағына бастады ғой. Алатаудың аласарып ақындары дамбал менен нәскиден аспады ғой. Ай! Ол Новый год жанымызды жүдетеді, Наурыз тіршілікті үдетеді. Жылда көріп жүретін көріністерді жаңалық қып бұл Нұрлан жыр етеді. Бір облысқан емес барлық қазақ Наурызды күтеді, күзетеді. От шашып от тегіні ластамаймыз. От шашып от тегіні ластамаймыз. Шашу шашып шаттығым дүр етеді. Балталамай жап-жасыл шыршаларды тал егіп табиғатты түлетеді. Арақ ішіп мас болған адамдар жоқ, көже шіркін көңілді гүл етеді. Осыдан ақ білініп тұрған жоқ па, қазақ деген ұлтымның кім екені? Ұлыстың ұлы күні дәлелдейді, шын дәнішпен халықтың кім екені? Ай! Оу, аумағы мекен болған 10 ұлысқа, көңілі толған елсің көлі қысқа. Жұмабек Тәшеновті кім білмейді, саясатта салынған жолы қысқа. Бес облысты сол Жұмабек қорғап қалған, қойнауы толып тұрған, қойнауы толған алтын толымысқа. Тікелей Москвадан қысым көріп, жұмыстан қуылыпты сол ұрыста. Содан соң Шымкенттен пана тапқан, күннен қуат алғандай долы қыста. Басым дейіп қоштасайын, дархан пейіл, кең пейілімен кенелген мол ұрысқа. Бес облысты қорғаған Тәшеніпті, орысқа қорлатпаған облысқа. Вай! Оу, тоқтатып толғауменен әнімізді, тілектің жалғастырайық жанын ізгі. Секірмесін қазаққа келімсектер, семіріп ап жеген соң нанымызды. Бірақ бізге керегі соғыс емес, төгіп-төгіп болған біз қанымызды. Осындай бейбіт күнде бесіктер беп, көбейтіп алу керек санымызды. Бірақ уыс тарыдай тәуелсіздік, қолдағы бағалайық барымызды. 100 қолменен жүрмейік жинай алмай, бір қолменен шашылған тарымызды. Ай! Қазірет бауырым боп қалсаң деймін, биікті ағын тарихқа өз ізіңді салсаң деймін. Нәскиді айттың ғой деп өкпелеме, есіңе бұл жағдайды алсаң деймін. Мысалы мен өзімде осы отырған ұлтымның ұлтарағы болсам деймін. Айқаяғы жарты сағат айқасуға жарадың да, әжептеуір бар екен талабыңда. Көлігіңіз бұзылып қазіретжан қалып кетіп жүрмеген арауылда. Егерде шыныменен қалып жатсаң, қабарласа саларсың қарауылға. Айғаяғы
Қазақ деген еледім, қазақ деген еледім, мінезі ұқсас қасқырға, қайратына мінгенде айналып кетер тасқынға. Егемен ел болғалы, тәуелсіздік алғалы, жүзін көріп жатырмыз, ордалы 30 жастыңда. Жаратқаннан тілеймін, қазағымды аш қылма, алпауыттардың алдында еңсемді менің пәс қылма, ентелеп келген дұшпанға есігімізді аштырма. Қазақ пенен қазақты бір-біріне қас қылма. Орыс отыр көз салып, орыс отыр сөз салып, Қытай отыр сөз салып, аяғын соның бастырма. Қазағым аман болсыншы, қазағым мәңгі жасасын, буынды шөптің үстінде, бұлытты көктің астында айы. Ой, рахмет ақындар. Рахмет. Бұл сөз сайысын бастаған Қазірет Бердіхан, Алматы. Қаздар алғасы, қалай бағаладыңыздар? 10, 9, 10, 10, 9, 9. Нұрлан Есенқұлов, Шымкент. 1, 9, қалғаны 10. Қаздар, сіздер Шымкенттен басқаға баға бермейтін болғансыздар ма?